Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жеңіл және тез дайындалатын екі түрлі салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасалу жолы өте тез және дастарханда өте әдемі көрінеді. Бірінші салат үшін бізге 3 қызанақ қажет болады. 3 қызанақты 4 бұрыштап тураймыз. Одан кейін 100 грамм сыр қажет болады. Оны терканың үлкен жағынан өткіземіз. Одан кейін 1 чеснок, ұсақтап турасаңыз да болады. Қара бұрыш және 2 үлкен қасық қаймақ. Қаймақ болмаған жағдайда майонезбен ауыстыруға болады. Тұзды көп қоспаймыз, себебі сырдың тұзы өзінде бар, енді ол кішкене тұздылау. Және сухарики. Сухарики міндетті түрде соңында, себебі ертерек қосатын болсаңыз, ол жұмсарып кетеді. Және салатный листьяны осылай жаямыз да, үстіне салатты дайындаймыз. Мінекей бірінші салатымыз дайын, ал енді келесі салат. Келесі салаттың жасалу жолы да өте жеңіл және өте дәмді шығады. Ол үшін бізге қажетті қаймақ, сыр, жүгері және 3 піскен жұмыртқа. Ең алдымен сырды үлкен теркадан өткіземіз. Одан кейін жұмыртқаны да үлкен теркадан өткіземіз. Жүгеріні қосамын. Және қалауыңызша тұз болмаса қара бұрыш қосасыз. Майонез болмаса қаймақ қосуға болады. Менде қаймақ 15%. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ыдысқа саламыз да дастарханға береміз. Осымен 5 минут қана уақыт кетті, салаттарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және пікірлеріңізді комментарияда қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.